Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Деп мен өмірде ұстаздық жолды таңдаған Ақылбек Айна Тұрсынқызы. Ұстаз адамдықтың диқаншысы, жеке тұлғаны қалыптастырудың бағбаны. Оның мейірімге толы жүрегі шәкірт бойындағы талай ағаттықты кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті жуасытып, небір еркені сабасына түсіреді, тәртіпке баулып, есейтіп, ер жеткізеді. Тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді осы бір мамандықтың сүрлеу жолына түстім. Тұла бойымда тұлпардай тулаған ұстаздық жолым Қарсыбай Сыпатаев атындағы нөмірі 7-ші техникалық лицей мектебінде жанданды. Тұтанып тұрған жас шоқты лап еткізіп жандандырған ұстаздарға кесіктім. Білімнің отын жағып, балшырын нәрін шәкірт бойына сіңіру үшін не істеу керек, қалай оқыту керек деген сауалмен жұмыс жасап, түрлі байқаулар, білім жетілдіру курстарына қатыстым. Шымкент қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен өтетін қалалық, республикалық, халықаралық конференция семинарларда баяндама оқып, мұғалімдердің пәндік олимпиадаларына қатысып, жүлделі орындармен марапатталдым. Оқушылар арасында өтетін түрлі тақырыптағы көркемсіз оқу, эссе жазу, пәндік олимпиадаларда шәкірттерім қатысып, оза шауып, жүлдемен үлес қосып жатты. Ұстаздық жылдарымның жемісті де, жеңісті сәттерінде ұстаз болудың бір бақыты осы екен дедім. Шәкірттерімнің жетістігі менің бойыма қуаныш пен сенім ұялатты. Баспасөз беттерінде мақалаларым жарияланып отырды. Авторлық еңбегім оқу мен оқытудағы жаңа әдіс тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде оқытудың тиімділігі тақырыбында оқу әдістемелік еңбегім шықты. Оқыту мен оқудағы бағдарламаның 7 модулін сабақтар топтамасына ықпалдастыру маңыздылығы бойынша практикалық жұмыс жасадым. Әрбір әрекетім жетік әдіс тәсілдерді тиімді қолдану болды. Бүгінде қара шаңырақта еңбек етіп келгеніме 27 жыл болды. Педагог зерттеуші санатындамын. Даналыққа біз 3 түрлі жолмен жетеміз. Ең ізгі жол сана мен саралау, ең оңай жол еліктеу, ең қиын жол тәжірибеден тәлім алу. Ақыры жүріп анықпас, еңбегім кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Міне менің сүрлеу жолым.